Аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, жер шарының төрт бұрышына тарыдай шашылған күллі қазақ сізге көз тігіп отыр. Қазақтың қазіргі күй-жайы бүкіл әлемге жария болды. Тек қазіргі қазақтың мұң зарын тек қазақтың ғана құлағына жеткен жоқ. Тұтас Еуропаға, тұтас әлемге жетті. Осындай сындарлы сәтте бірлікке беттеген халықтың егемендігін, тәуелсіздігін ту еткен Қазақстанның болашағын, осыдан 25 жылдың алдында қазақтың болашағын сізге аманат етіп тапсырды. Ата-бабаларымыз аманат етіп кеткен тәуелсіз қазақ мемлекетін сіз бастаған, қасыңыздағы ел ағалары қостаған заманда сіздер неге үнсіз қарап отырсыздар? Ахмет Байтұрсынов бабамыздың артына қалдырған ақтық аманаты мынадай еді. Алашқа аты шыққан азаматтар, әуелі сіздер адаспаңыздар. Адаспас үшін ақылдасып ойласып істеңдер. Сендер адаспаңдар, арттарыңнан ерген ел адасады. Мемлекеттің тұтастығы, халық адасады. Олардың обал сауабына сендер қаласыңдар деген еді. Ендігі сәтте осы аманатты орындайтын уақыт келіп жетті. Адам мәңгі жасайтын шайтан емес. Бізге өмір сүруді Алла сыйласа, жанымызды да Алла алады. Оған ешкімнің күмәні жоқ. Мынау 5 күндік жалғанда өмірге келген қонақпыз. Біздің қол қусырып қарап отыруға хақымыз қалған жоқ. Біздің жанымызды адам алмайды, Алла алады. Адамнан қорықпай, Алладан қорқайық. Осылай үнсіз қарап отырсақ, ата-бабамыз толар сақтанған кешіп, білектің күшімен, найзаның күшімен алып қалған қазақтың ұлан байтақ жері, даласы, байлығы, кені, мұнайы, тау мен тасы, алтыны мен жезі, жердің үсті асты, қылай ағып жатқан шөбіміз, суымызда, жер бетіне қылтиып шығып жатқан шөбіміздің де қызығын, қарагөз, айдай сұлу, ажарлы қызымыздың да қызығын, қара құзын қытайлар көрмек. Ертең елдің болашағы не болады? Біздің ұрпағымыз өз елінде өзгенің құлы бола ма? Құрметті елбасы, сіз күллі қазақтың ағасы болу мәртебеңізбен сізді паналап кеше ғана қашып келіп отырған нәзік, әлжуаз, қазақтың шынашақтай ғана кішкене қызына қалқан болыңыз. Қорғап қалыңыз. Біз тәуелсіз елміз ғой. Біз өз заңымызды өзіміз жасаймыз. Бізге өзгенің заңы керек емес. Қазақтың заңы қазақтың салтына, дәстүріне, адамилығына, менталитетіне сай болу керек. Қатып қалған қағида бізге керек емес. Ата-бабамыздың жолымен жүрейік. Сайрагүл Сауытбай қызына, боз торғайша шырылдап жүрген бейшара қызға елімізде алып қалайық. Осылай қол қусырып қарап отыратын болсаңыздар, ел ағалары, Қытай қазақтарының басына келген күн ертең сіздердің ұрпақтарыңыздың басына келеді. Сайрагүлдің басына келген күн ертең сіздің қыздарыңыздың, әйелдеріңіздің басына келеді. Қазіргі жағдайда халқыңыз аптырап кетті, елбасы. Кімге сенерін білмейді. Білесіз бе? Сенімнен айырылған халық рухынан айырылады. Сенімнен айырылған ел ертең жерінен айырылады. Алапатта ол қазақтың басына қатер төндіруде. Осы сәтте қазаққа қорған болар. Үндеуіңізді жария етіңіз. Жария етіп қана қоймай, мына Қытай деген құзғынның аузынан қазақты құтқарыңыз. Бір нәрсе анық. Халқыңызды қорғасаңыз, олар сізді қорғайды. Халқыңызға қорған болсаңыз, олар сізге қорған болады. Егер әлемде ашаршылық болатын болса, тыныш түшіп отырып тамақ жейтін қарақтай, жер бетіндегі тірі жәндік шөп-шалаңды жеп, қиша сыпырып, адамдарды тірідей жеп тастауға әзір. Қазіргі жағдайда Қытайлар Қазақстанға теңіздің толқындай лап қойды. Енді осы жағдайдан бүкіл ел болып, бүкіл ел ағалар атқа мініп, бір ниет, бір тірлікпен қарсы тұрмасақ, ертең ұрпағымыз Қытайға құл болып оянады. Бізге Қытайлар салып берген завод, фабрика керек емес. Қазақтың жері, қазақты мәңгі асырауға жетеді. Қазақтың өзінің халықтық дәстүрлі мал шаруашылығы мен егін шаруашылығы қазақты мәңгі баға алады. Бізге саңғойлық керек емес. Біз таулық халықпыз. Біз тауда туғанбыз, тауда өскенбіз. Бізге қала керек емес. Біз дүниеқор, көрсе қызар, өзгеден қызғанатын, күншіл халық емеспіз. Бізге тыныштық керек. Ұлтымыздың және халқымыздың тұтастығы керек. Қыздарымыздың амандығы керек. Ұлдарымыздың амандығы керек.